Құрметті YouTube көрермен, әңгімені бастамас бұрын каналға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Күндіз-түні ғаламторға телміргеннің арқасында жақсы тұтынушылар саны да арта берді. Әлеуметтік желіден бірнеше парақшалар ашып тастап, қызметінің жарнамасын жарқыратып тарата берді. Жеке кәсіпкерге есеп-қисапқа байланысты кез келген мәселеде ақылы кеңес беретін қызметінде ұсынды. Тапсырыстар көбейіп, табысы да өсе берді. Аз күнде інісінің сұраған қаражатын артығымен тауып берді. Салмақ салмай грантқа түскен інісінің талабынан қалай айналмасқа? Тауып береді ғой, сұраған ақшасын тауып береді, керек-жарағын толығымен әперуге әрекет жасайды. Мен тұрғанда бауырларым таршылық көрмеу керек. Арбаның алдыңғы дөңгелегі қайда жүрсе, соңғы дөңгелегі сонда жүреді емес пе? Інім де кейін мен сияқты бауырларына көмектесетін болады деп ойлады Аягөз. Сол үмітіне сенді Аягөз. Інісіне қажет қаражатты тауып берген соң, енесін де қуантып қойғысы келді бүгін. Сыртта өзімен өзі сөйлеп, қызын сырттай ұрсып жүрген енесінің қасына барды. Айтып ем мен ол ессіз қалғыр қызға. Жыл сайын туа беріп топас болып қалған. Врач болсын деп оқыттық пәленше жыл. Сол қаладан әкесі жұмыста тауып беріп еді, ал бұл суымай келіп түгі жоқ бейшара жетім кластасына күйеуге тиді. Мақұл, махаббат екен, түсіндік. Мақұл дедік, ендігі отырысы не? Тағы да екі қабат. 7 баласы аз ба еді оның? Болды ғой енді. Врач болып жұмыс істей алмайды еш жерде. Топас десе, күйеуі молынан тауып бала-шағасын қарық қылып асырап жатса екен мейлі. Маған десе 15-ін неғып тумайды. Жарымай отырып туғыш болды ғой осы қыз. Ми айналып дуаланып қалған осы қыз ше деп күңкілдеп жүрген ол Аягөзді көріп, одан сайын тырса қалды. Біреуің оңбадыңдар ғой, не қызым, не балам, не күйеу балам, не келінім. Шеттеріңнен бәріңді бір сабап алса ғой шіркін. Иә, қандай тамақ пісіресің? Майың күлкілдетпей аз ғой деп жекіді. Мама, дүкенге қанша қарыз болдық? Жүріңіз, бірге барып төлеп келеміз. Үйге азық түлік те алайық бірге деді барынша сабыр сақтаған Аягөз. Ол енесін түсінгісі келеді ғой. Осы кезге дейін әбден күйеуіне арқа сүйеп, ерке қатын болып жүрген ол қазір дауылды теңіздің ортасында жалғыз қалғандай қолына ілінер, жағаға жеткізер қара таппай жанталасуда. Ешкімді аямайды, тек Аягөзді ғана емес, ұлы мен қызын, көрші қолаңын, ағайынды да қырып барады, кінәмшіл болып алған. Бәрін кінәлай береді шетінен. Асекең барда жалпақтап қолыма су құюға зар болып жүретін едің. Енді телефонымды да алмайсың ба? Ессіз қалғыр неме деп күнде телефонда біреумен ұрсып отырады. Оңай емес. Мама, жүріңіз дүкенге деді Аягөз тағы да. Ойпырмая, қалай ғана төлемексің қарызды? Мені кекетіп тұрсың ба? Ол дүкенші менің подружкам болғандықтан сонша ақшаға продуктыны қарызға беріп жүр. Әйтпесе мә беретін еді, деген енесі екі саусағының ортасынан бас бармағын шығарып келіннің бетіне тақады. Иә, біліп тұрмын ғой, жүрсеңізші енді сол подружкаңызге. Мен сізге айтып едім ғой, жұмыс істеп отырмын деп. Міне бүгін счетыма біраз ақша түсіп еді деп Аягөз жымиған болды. Орынкүл апа сенер-сенбесін білмей келініне қарап қалыпты. Азық түлік аламыз ғой, машинамен барайық деп Мирастың көлігін оталдыра бастады келіні. Томпаңдап жүгірген Орынкүл апа да көлікке жайғасып алды. Сен қалай таптың ақшаны? Сонша көп ақша тауып қойдың ба не? Деп сұрап қояды жолда енесі. Иә, мама, Құдай қаласа бұдан да көп ақша табамын әлі. Тек маған сіздің көмегіңіз керек деді Аягөз. Қандай көмек деген енесінің даусы қатты шығып кетті. Сіз ашулана бермеңізші, үйде айқайлап ұрса бермеңізші бәрімізді. Мен сорлы бекерге айқайламаймын ғой, пәтуасыз тірліктеріңді көріп жыным қозады да, деп оталған Орынкүл апа тағы да сол әуеніне көшті. Күйеуі барда шалқып өмір сүргенін, бар дүниесінен айырылғанын, кезінде қолынан алуға зар болып жүрген пенделердің қазір шікірейіп қалғанын, ұлы мен қызы үмітін ақтамағанын шетінен тізбектеп айта жөнелді. Бұл сөздерді 100 рет естісе де Аягөз үнсіз тыңдап отыра берді. Дүкеннің қарызынан құтылған соң олар азық-түлік сататын үлкен сауда орталығына барды. Енесі алдына түсіп алып, ол майда қадаммен томпаңдап, бір үлкен арбаны толтырып тастады. Әр затты аларда келініне жаутаңдап қарап қояды. Ала берейін бе, ақшаң жете ме дегендей. Маған қарамай, қалағаныңызды алыңызшы, не жегіңіз келеді? Қалағанын алыңыз деп бұл мән бермеген болып жүр.
Үйге келген соң Аягөз қайынбикесін шақырды. Енесі де құптап жүр. Иә келсін, етсіз көже ішіп отыр ғой, қазанға етті молынан сала бер, кедейдің бір тойғаны байығаны, өлеміз бе енді, бір адам сияқты отырып тамақ жегіші деген енесі өзі қамыр илеуге кірісіп кетті. Аягөз дастарханды жайнатып тастады. Сәлден соң бала-шағасын ертіп қайынбикесі келді. Бәрі улап-шулап дастарханға жайғасты. Кішкентайлар бар тәттіні опырып барады. Бәрі көңілді. Мираста жүр. Мә, мықтысың ғой, осының бәрін сен алдың ба деп қояды. Көптен бері бұл шаңырақта бұндай көңілді күй орнамаған еді. Тірлігінің тасы өрге домалап, тапсырыстар көбейген сайын Аягөздің анау-мынауға көңіл аударуға мұршасы болмады. Енесінің анда-санда ұстап қалатын тентек мінезіне, күйеуінің бой күйездігіне бас қатырып, баяғыда егіліп, еңіреп жатуға уақыты да жоқ. Әр минуты есептеулі бұның. Әр минутын тиімді өткізу керек. Әр минуты бұған ақша келуде. Ақшасы көбейген сайын өзіне деген сенімі артып, үлкен жоспарлар құра бастады. Өзінің тірлігін заңдастырып, офис жалдап, көмекшілер алмаса үлгере алмай жүр. Ал күлшелі бала сүймекке жақсы дегендей, Орынкүл апа келіне ләм-мим деп ауыз аша алмайды қазір. Барын түгендеп көйлек көншегіне дейін әперіп, аузынан ақ-май ағызып қойған келіннің авторитеті өсіп кеткен. Керісінше ақыл кеңес сұрап қояды кейде. Сен болмасаң тоз-тозымыз шығып, қоңыз теріп, тентіреп кететін едік. Менің анау-мынау айтқан сөздеріме ренжіме. Кезінде осы үйді салып жатқанда басыма ағаш құлап қатты соқ қалғанмын. Содан кейін ашушаң болып қалдым ғой. Саған ұрсам да арам ниетім жоқ. Мынау мирасқа сен сияқты пысық әйел керек еді дейтін болыпты. Әй қу дүние-ай, пендені періштеге, періштені пендеге айналдырған бұл қу дүние неге сонша құнды болды екен а? Мейлі ғой, сіз үйтіп айтып едіңіз, бүйтіп айтып едіңіз деп Аягөздің енесімен салғыласып отыруға да уақыты жоқ. Әбден жұмыс басты болып алған өзі. Босаңсуға болмайды. Екі әулет бұның табысына қарап отыр. Төркінінің де жыртығын жамап, жоғын жеткізу керек. Өзінің жұртымен қоса төркінін де асырап бағып қағуды Аягөз өзіне міндеттеп алған. Сондай күндердің бірінде қайынбикесі Дина толғақ үстінде көз жұмды. Шалынан, тағынан, барынан айырылып шырқыраған Орынкүл апа жанындағыларды да шықпырта шырылдатқан еді. Ес жинап енді еңсесін көтере бергенде жалғыз қызының қазасы да оңдырмады. Орынкүл апаның шырпыры азайып, жаны енді тыныштала бастап еді. Бір тал гүлінің мезгілсіз солуы оның жүрегін қан жылатты. Көз жасы құрғамай, ертелі-кеш қызымның орнына мені неге алмадың? Я Құдай, қалай жер басып жүремін енді? Мен кетуім керек еді. Мен қақпасқа тозағыңды жер бетінде көрсеткің келді ме деп зарлай беретін болды. Әулеттен екі өлімнің кезектесіп шығуы Аягөзді де еңсіретіп тастады. Жүрегінен ауыр тас байланғандай өз денесін өзі көтере алмай әрең жүр. Қайынбикесі қандай жақсы адам еді. Дина сияқты адам жер бетінде санаулы ғана шығар. Жаны таза, жүрегі ақ еді ғой. Сөзімен, ісімен әр адамға үлгі боларлықтай жан еді. Адамды алалау дегенді білмейтін, бәрін дос көретін. Жүрегі кең еді ғой марқұмның. Өмірді шексіз сүйетін. Ізінде қалған 7 балапаны ше. Олардың күні не болмақ? Аягөздің де етегі жасқа толды. Өз қамқорына алады ғой енді шиттей сәбилерді. Басқа кім бар? Күйеу баланың ешқандай туысы жоқ. Марқұмның 40-ы өткен соң Орынкүл апа жұмыс істеп отырған келіннің бөлмесіне келді. Артынан шулап жүгіріп келген немерелерін шығарып жіберіп, саған айтар сөзім бар деді, шамалы үнсіздіктен соң. Сен кетші үйден. Сен келгелі басымыздан бәле арылмай-ақ қойды ғой. Осы жасқа келіп, мұндай қасірет көрген емес едім. Сен келгелі бәрі қирап жатыр. Тағы біреуміздің басымызды жалмамай тұрғанда, тап қазір кетші, деп көз жасын сүрте берді. Енесінен бұндай сөздер күтпеген Аягөз не айтарын білмей, неге мені кінәлай бересіз, осылай болсын деп тілеппін бе, менің жазығым не деп жылап жіберді. Білмеймін, кет, тап қазір кетші деп Орынкүл апа қайта шығып кетті. Кет дегенде ит те кетеді ғой, бұдан артық қандай сөз есту керек? Аягөз көз ілеспес жылдамдықпен киім-кешектерін чемоданына сала бастады. Бұл үйге келгелі өзінің де еңсесі бір көтерілмепті. Тап қазір кетсе еркіндікке шығып, еңсесі тіктелетіндей асықты. Мирасқа да хабарласып айтқан жоқ. Әпкесінің қазасы оның есін жидырған сияқты.
Баяғыдай компьютерде ойын ойнап отырмайды. Таң атпай жұмысына кетеді. Таксист болып нәпақа тауып жүр. Чемоданын сүйреп сыртқа беттеп бара жатқан оның алдынан қайынбикесінің балалары орады. «Қайда барасыз?» «Мен де барамын. Бізге не әкелесіз?» деп шүпірлеген олардың мұның аяғына оратылып жібергісі жоқ. Ес біліп қалған үлкені «Сіз де мамам сияқты бізді тастап бара жатсыз ба?» деп жылап үйге кіріп кетті. «Жылама, неге жылайсың? Мен бармын ғой» деп немересіне айқайлаған Орынкүл апа кетіп бара жатқан келіннің ізінен сыртқы есікті құлыптап алмақшы болды. Бірақ сыртқы есікке жете алмай ауланың қақ ортасында сұлық түсіп отыра кетті. «Апа» деп шыңғырған балалардың жан даусына селт еткен Аягөз сыртқы есіктен қайта бері аттады. Енесінің құлап жатқанын көріп, жан ұшыра көмекке келді. Жедел жәрдем шақырды. Инсульт алыпты енесі. Денесі жартылай жансызданған Орынкүл апаның жағдайы енді ерекше күтімді қажет етеді. Тілі күрмеліп, жөнді сөйлей алмай, өздігінен жүріп тұра алмайтын енесінің күні Аягөзге қарап қалды. Енесі емделіп кетуі үшін бірақ ұзақ уақытпен ерекше күтім керек. Ал өзінің қамқорына зәру жандардың мүшкіл халдерін көріп тұра, бұл енді қалай кетеді? Қалай бәріне қол сілтейді? Ол үшін жүрегі тастан жаратылған жан болу керек шығар. Енесінің айтқан сөздерін ұмытып, ол бұл әулеттің ауыртпалығын иығына өңгеріп алды. Үйдегі балалардың ас-суы, сабағы, тәрбиесі мен енесінің жай күйін жасау бәріне үлгеру Аягөзге қиынға соғуда. Балалардың әкесі күндіз жұмыста. Ол да әрең дегенде өзін қолға алып балалары үшін тіршілігін жасап жүр. Күнде кешке келіп балаларының керек-жарағын, азығын жеткізіп тұрады. Бірақ ол да бүгін «Мен басқа жаққа барып жұмыс істеп келейін. Мынау үйімнің әрбір ұшы Динамды еске салады. Қиналып жүрмін. Мен де оның елесін қуып өліп кетпеуім үшін басқа жаққа кетуім керек шығар. Ақша жіберіп тұрамын. Сыртта жүріп өзіме келген соң балаларымды қолыма аламын ғой» деп отыр. Не дейді, не айта алады? Мирас та үнсіз бас шұлғып енді. Күндер өте үй тірлігінен босай алмай, Аягөздің жұмысы да кері кете бастады. Негізгі табыс көзі өзінің жұмысынан келіп жатқандықтан дереу тіктелмесе болмайтынын сезді. Мирастың табысы мардымсыз. Сәл қысқа ойлы ол, күнде осынша тауып келе жатырмын, неге жеткізе алмайсыңдар деп қоңқылдап жүр. Енесінің дәрі-дәрмегіне, массажына, қосымша емдеріне, жеті баланың толыққанды тамағы мен тәттілеріне, мерзімді киім-кешектеріне қанша кетіп жатқанын ол жарықтық қайдан білсін. Төркіндегі бауырларын ұмытып, Аягөз де бар тапқанын осы үйге жұмсауда. Оның бәрін тізбектеп айта берсе, тағы ұрсады екеуі. Есеппен кеуге тиіп, бай жердің келіні болайыншы, мен де шалқып өмір сүрейінші деген жоспарының асты үстіне шығып кеткеніне Аягөздің өзі де түсінбей дал. Әйтеуір дәл қазір пешенесіне бұйырғанын көруде. Бүгін балалар тоқ, бүгін енесі ауырмай, ыңырсымай тыныш ұйықтады. Соған шүкір. Иә, өзінің қамқорына мұқтаж жандардың жағдайын жасау үшін бұл тіктелу керек. Уақыт өткізіп жатпай үйге көмекші алды. Үйдің тірлігіне алаңдамауы керек. Өзі толығымен жұмысын қолға алып, заңдастырып офис жалдады. Ал шешесі соңғы кезде телефонмен жиі хабарласқыш болып кеткен. Ызыңдап миын ашытып жүр. Ажырас. Не, сен сол үйдің күңі ме едің? Оларды бағып қағуға міндетті емессің. Ортада бала жоқ кезде ажырас. Өзің тауып жатқан табысыңмен бұлай өмір сүресің ғой. Өліп кеткен біреудің балаларын бағуға сен міндетті емессің. Анау сіңіліңнің қысқы етігі жоқ, әкеңнің құдалыққа киетін жөні түзу киімі жоқ, үйде анау жоқ, мынау жоқ деп анасы да тыныштық берер емес. Әлі жұмысын толық жолға қоя алмаса да, анасының сұраған ақшасын бұл беріп отыр. Үзілгенді жалғау үшін сол екі арада Аягөз несие де алды. Бауырларының киімі бүтін, анасының көңілі тоқ болсыншы. Оның үстіне енесін үлкен қалаға жіберіп емдетпекші. Мирас та көлігін соғып алып, оның жөндеуіне ақша керек. Офистің арендасы, көмекшілерінің айлығы бар дегендей, өзінен басқа бәрін ойлап шапқылап жүгіре беріпті ғой Аягөз. Жан беріп шапқылап жүрсе де, күндіз-түні ұйықтамай жұмыс істеп отырса да, әйтеуір бұның тапқаны еш берекесі жоқ. Табысын әр жаққа таратып тастап өзіне келгенде жетпей қалады. Бүгін міне әкесінің туған күнімен құттықтап қайту үшін ол төркініне келді.
Нағашысының құдалығына ұялмай киетін жейде мен шалбар сатып алды. Тазасын, қымбатын алды. Әкесімен амандасып, бауырларымен қауқылдасып, ішке кіре бергенде шешесінің «Ойбу, қызым-ау, мынауың не?» деген шәң кете қалған даусына түгел бәрі елең етісті. Шешесі мұның енді шешіп қойған аяқ киімін қолына ұстап алыпты. Табаны тесілген жыртық аяқ киім киіп жүрсің бе, қызым? деген анасының көзіне жас айналыпты. Аягөз ыңғайсызданып қалды. Мән бермепті ғой. Аяқ киім түгілі көйлегінің де ескі екеніне аса бір назар аудармапты. Таза ұқыпты болса болды деп ілінгенін киіп жүре беріпті. Шешем аяқ киімімнің табанын тексереді деп те ойламапты. Үйде жаңасы бар, ыңғайлы болған соң киіп алдым деп ақталған болды. Соларды асыраймын деп өзің жалаң аяқ қалыпсың ғой, қызым-ау, айттым ғой саған, ажырас деп. Енді сарнай бастаған шешесін әкесі тәйт деп таяғымен ұра жаздады. Не деп оттап тұрсың? Не айтып едім саған деп ақырды. Әкесінің ашуланып анасына ұрысқанын Аягөз көрмеген. Әкесі момын кісі, анасының әр айтқанын мақұлдап отыратын. Ал бүгінгісі Аягөздің өзі тіксініп қалды. Таяғын сермеп ұра жаздады ғой анасын. Мені бауырларымнан бездіріп, берекемді қашырғаның аз ба еді? Енді қызыңа ауыз салдың ба? Сол әулеттің несібесін қысым арқылы беріп жатқан шығар Алла. Ештеңе етпейді. Бағып қақса өз жұртының адамдары бөтен емес. Мен емес, өзің ғой бауырларынан бас тартқан. Енді мені кінәлі болып қалдың ба? Сөйлеме, сөйлеуші болма. Мынау сенің менің қыл айналмас тар пейіліміздің жемісі ғой қызымыздың көріп жатқаны деп әкесі жерге шырт түкірді. Аягөз олардың өзара ұрысып тұрғанын түсінбей табалдырыққа отыра кетті. Сол шірік ағаңмен жолыққалы сен қатты өзгердің. Тағы да қайрап жіберді ма? Біліп едім, сезіп едім арты жақсылыққа апармайтынын. Оларсыз тып-тыныш өмір сүріп едік. Міне енді тағы басталды. Сол бәлелер өмірімізге араласса болды, маған тісіңді қайрап шыға келесің деген анасы да қалыспай шыпылдап ары кетіп барады. Пап, не болып жатыр? Мамаға неге ұрсасыз? Деді Аягөз орнынан тұрып ішке кірген соң. Қызым, әңгіме көп қой, айтатын реті келген сияқты, деген әкесі тамақ желініп болған соң екеуі сыртқа шықты. Қолын артына қайырып, басын төмен салып, жаймен басқан әкесі мал ұстайтын қораның жанына келді. Жерде жатқан дөңбектің үстіне отырды да, сен де отыр дегендей ымдады. Міне, мынау үлкен қораның іші ірі ұсақ малға толы еді. Сол баяғыда шешеңнің жиі айтатын сөзі бар ғой. Баяғыда ауылда ең бай біз болғанбыз, пәленше жылқымыз болған, 10 шақты сиыр сауатын едім деп әлі күнге айтып отырады. Рас айтады, ауқатты тұрдық, бірақ мен өзімнің ақмақтығымның кесірінен бауырларымнан да, әкемнің жиып кеткен бар малынан да айырылып қалдым. Мен саған ризамын қызым, әкеңе тартпаған кең пейілің үшін ризамын. Жаманнан жақсы тумай ма жарқылдаған деп өзім айтпақшы, маған тартпаған кең жүрегің үшін ақ батамды беремін. Мүмкін сені бізге біздің күнәмізді жуу үшін жіберген шығар. Оңай емес, қиналып жүрсің. Түсінемін, бірақ сауабы шексіз тірлік жасап жүрсің. Міндетті түрде іс-әрекетіңнің кері жауабын аласың. Міне, мен өз іс-әрекетіме қарай жауабын алдым ғой. Әке-шешемнің көзі қайтқан соң қара шаңыраққа ие болып қалдым. Үймен бірге қора толы мал да мен иелігіме өтті. Бірақ мен бауырларыма көмектесу дегенді білмеппін. Анаңды кінәламай-ақ қояйын. Өзімнің санам жетпеген, өзім ғана кінәлімін. Біреу жаман десе сол сөзге еріп кете берген ақмақтығым үшін өзім ғана кінәлімін. Баласы ауырып, емдету үшін қорадағы бір малды сұрап келген бауырымның қолын бос қайтардым. Пәтер ақысын төлей алмай қиналып жүрген тағы бір бауырыма қол ұшын созуды білмедім. Жұмысынан шығып қалып, үйінде аш отырған інімнен тауықтың жұмыртқасында қызғандым. Үй салып жатқан ағамның бір кірпішін әперуге тарлық жасадым. Қара шаңырақта мен қалдым.